Үрімші қазақтары. Шыңжаң, Ұйғыр автономиялы районының орталығы Үрімші қаласы. Халқының саны 20 миллионға жуықтайтын шаһарда қазақтардың саны 9%-ды құрайды. Қытай Халық Республикасы бойынша 56 ұлт болса, соның 13-і Шыңжаң жерінде қоныс тепкен. Жергілікті халықтан өзге мұнда ұйғыр, дүнген ұлттарынан кейінгі кезекте қазақтар тұр. Шыңжаң автономиялы районында 25 аймақ облыс бар. Соның ішінде қандастарымыз 3 аймақта – Іле, Алтай, Тарбағатай жерінде көп шоғырланған. Екі қазақ автономиялы ауданы бар. Мори қазақ автономиялы ауданы, Баркөл қазақ автономиялы деген екі автономиялы аудан бар. Бұлар Шинжаң көлеміндегі қазақтар. Енді бұдан сырт, анау Гансу өлкесі деген өлке бар. Өз жерде де бір қазақ автономиялы ауданы бар. Сонда жалпы Жүнгода 3 автономиялы аудан, бір кіші өлке дәрежелі автономиялы облыс, оның кейін көптеген аймақтарда қазақтар жасайды. Арып Зұрғанбекұлы Қытайдағы қазақ қоғамдық ұйымын басқарады. 1994 жылы ашылған орталық халқымыздың терең тарихын, әдебиеті мен мәдениетін насихаттау мақсатында өмірге келген. Ұлтымыздың дәстүрлі мерекелері Наурыз, айт мейрамдары, айтыс өнерінің көпшілікке кеңірек танылуына ықпал етіп отырған қоғам, келешекте осы мұраларымызды бүгінгі заманның мәдениеті арқылы жергілікті халыққа таныстыруды көздейді. Осы мақсатта қазақ мәдени қоғамы оқу-ағарту жұмыстарын қолға алған. Бір ханзу тілінде, Қытай тілінде, қазақ мәдениеті деген бір журнал шығарғалы отырмыз. Енді осы журналда, енді бұл кішкене журнал. Солай болса да осы журнал арқылы қазағымыздың дәстүрлі мәдениетін миллиардтарға таныстырамыз деп отырмыз. Оның кейін біздің көптеген ұрпақтарымыз әзір ханзу тілінде оқып жатыр. Сол тілде оқымай болмайтын болып жатыр. Енді сол ұрпақтарымызға мына өзіміздің дәстүрлі мәдениетімізді таныстыратын құрал болу керек. Енді жаңағы кішкентай журналымыз осы жағынан да жұмыс істейді деп отырмыз. Миллиардтан астам халқы Қытайда қазақ ұлтының өкілдері өз дәрежесінде өсіп өркендеп жатыр. Нақтырақ айтар болсақ, оқу-ағарту саласы мен жоғарғы лауазымды орындарда басшылық қызметтер атқарған, тіпті Қытай Компартиясы орталық комитетіне мүше болған қайраткер қазақ азаматтарымыздың өзге елдің билік орындарында жүргені ұлтымызға үлкен мақтаныш. Сондай дәрежесі биік қызметте болған қандасымыздың бірі Қадыс Жанәбілұлы. Ол Шыңжаң Ұйғыр автономиялы районының халық құрылтайы тұрақты комитеті бастығының орынбасары болып еңбек еткен. Алғашында 20 жылдай банкте қызмет атқарған ол өз ісіне жауапкершілігімен адалдығының арқасында жарты ғасырға жуық уақыт Қытай елінің мемлекеттік органдарында жемісті жұмыс істеген. Алтай аймақтық партия комитеті менен уәли мекемесі дейміз ғой енді өкімет. Осында 23 жыл істедім. Сонда мына бір ауданда, Буршын деген ауданда бір мына парткомның секретары болып істедім. Қазақша айтқанда, жүнге қазақтардың ішінде бірінші ретке аудан парткомның сіздерше айтқанда бірінші хатшысы болған міндет атқарған. Кейін 1996 жылдың басында осы автономиялық халық құрылтайына парламент қой,
осыған келіп міне 8 жылдың үстін істедім, мен қазір пенсияда жатырмын. Қадыс Жанәбілұлы. Қытайда тұратын қазақтарымыз аса құрмет тұтып, үлкен ілтипат білдіретін санаулы ақсақалдарымыздың бірі. Өзге елде жүрсе де өзінің ұлтына жанашыр болып қазақи қасиетін жоғалтпаған ол, кейінгілер асыл қазынамыз, салт санамызды ұмытпау үшін ауқымды еңбектер сіңірген екен. Қадыс Жанәбілұлы ең алғаш Шыңжаң жерінде айтыс өнерін қайта жаңғыртып, қазақтың арасынан шешен тілді жастардың көптеп шығуына мұрындық болған. Бүгінде зейнеткерлік демалыстағы көпті көрген көзі ашық, қазақ азаматы қандастарымыздың ауыз бірлікпен татулықта ғұмыр кешуіне сырт елде ақылшы бола жүріп, ежелгі көршілер арасындағы ынтымақтастық ұзағынан болсын деп тілейді. Қазақстан менен туыстық, достық байланыстар бар ғой бәрін. Менің де бір балам қазір Қазақстанда. Астанада Евразия университетінде мұғалім, оқытушы болып істейді. Ол жақта туыс-туған танитын адамдар да бар. Бұрын да таңдай туыстық қатынасымыз бар. Ал кейін және бір қаншалар және сол жаққа барып жатыр, оны түсінелеміз. Сондықтан біз сол екі елдің енді қатынасын, өзіміз отырған мына Жүнгенің де дамуын жақсы болса екен, көршілес отырған Қазақстанда жақсы болса екен. Біз ғой 20 жастан енді асып, рас енді былай керемет өзімізше сондай жақсы болып жүрген кезіміз енді. Әзірде жаман емес, бірақ сол кезде кейін осы сіздердің телевидениyaдан бір делегация келді. Соны Нұрлан Дәутов деген кісі бар, одан кейін Рапаил деген сол кездегі телевидениyaның басшылары, одан кейін Қадылбек аға кезінде сіздердің министр болған. Сол кісілер бір осындай бір ән берді, лента, таспай, осыған біздің жігіттері ән жазыпты деп. Соны бұл қалай ән деп әкеліп тыңдадым. Тұңғыш ол әнді орындаған Нұрғалин Үсіпжат, сол кісінің орындаған екен. Маған ән жазды деп кімге айтамын, оны түйіншілейтін емес, соны сол бет қойып қойдым. Кейінтінен ойламаған жерден неше жыл өткеннен кейін бұл ән бірақ таралып кетті. Әмина Еркешқызы Қазақстанға 2 рет келген. Оның кезекті сапары 1996 жылы сол кездегі Қазақ достық қоғамы өзіне арнап ұйымдастырған Алтайдың ар жағынан келген ару атты концертке арнайы қатынасу болатын. Атажұрттағы ағайынның зор ықыласы ыстық құшағына бөленіп үлкен тебіреніспен аттандым деп ағынан жарылған ол, сол шақтарды сағынышпен жиі еске алып тұрады. Қазір бір қыздың анасы, жанында асыл жары бар Әмина Еркешқызы Шыңжаңдағы аға дикторлардың бірі. 2010 жылы республика бойынша үздік ақпарат қызметкері атағына ие болған. Дикторлық салада істегеніме 30 жыл болайын деп қалды. Өйткені 10 жасында осы дикторлық кәсіппен шұғылданғам. Ең алдында мына Тарбағатайдың Сауан деген ауданында, одан кейін Іле облысында, одан кейін осы Шинжан телевизиясына келіп істедім. Ал енді Шинжан телевизиясына келгеніме 23 жыл болды. Жалғасты үйрену деген бір курс ашылады, осы дикторлардың осы атақ алу жөнінде. Соған барып сабақ өтемін. Одан кейін бізде мына радио телевидение мектебі деген бір мектеп ашылған неше жылдың алдында қазақ тілінде дикторлық класс ашқанда ол жерге барып сабақ өткем. Қазір енді осы біздің мына телевидениеда берілетін сіздер жаңалықтар деп айтасыздар, біз хабар дейміз. Негізден осы қазақ тіліндегі осы хабарларға жауапты болып істеймін. Қазақ халқының тұрмысы, батырлардың көзсіз ерлігі, жасыл жайлау, ару қыздар бейнесі, ананың балаға деген махаббаты, осының барлығы Қытайда тұратын қандасымыз қылқалам шебері Серғазы Байжұманның қолынан шыққан туындылар.
Осы кезге дейін 100-ге тарта сурет салған ол 1978 жылы Шыңжаңдағы көркемөнер мектебіне тәлім алып, ұзақ жыл театрда қызмет еткен. Кейін жеке шығармашылықпен айналысуға бел буған. Серғазы Байжұманұлы қазір Санжы қаласында өзінің шеберханасын ашып, студенттерге дәрістер өткізіп, өнерге қадам басқан жастарға кәсіби біліктілігі мен алған білімін үйретіп жүр. Енді біз суретшілікте енді көбінде тыныштықты қалаймыз, жым-жырт отыратын, өзі былай ендеу жерлер. Өйткені біз енді сол тыныштық болмаса, кейде сурет сызып отырып, басқа назарыңыз аударылып кетсе, сіздің сызып отырғаныңыз, суретіңіз жақсы шықпай қалады. Шынайы көрініс. Бір көргенде, мәселен, таниды, адам бір түсіне алатын, осындай суреттерді салам. Мәселен, мына сияқты бір көрген адам түсінетін. Осындай енді кейде сол біраз мына сияқты адам абстракт етіндей бір суреттерге біраз салып жүрмін әзірше. Серғазы Байжұманұлының туындылары жергілікті басылым беттерінде жиі жарияланып тұрады екен. Осыған дейін Санжы облысында және Қазақстан жерінде жеке шығармашылық көрмесін өткізген қылғалам шебері майлы бояудан өзге Қытайда кең таған сулы бояу өнерінде меңгерген көрінеді. Атажұрттан жырақта жүрсе де, бабаларының қаны тамып, кіндігін кескен атажұртын жиі ойлайтын Серғазы Байжұманұлы үлкен баласы өркенді Қазақстанға жіберген көрінеді. Қазір ол Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын аяқтап, Талғар қаласында әкесінің ісін жалғап жатыр екен. Өзі алыста жүрсе де ұрпағына атамекенге оралуын парыз санаған қылғалам шеберінің арғы аталары сонау 1932-37 ашаршылық пен репрессия жылдары еліміздің шығыс өңірі, Өскемен, Семей жерінен Қытайға қоныс аударған көрінеді. Ондай іш болады ғой, кейде сағынып, ол сол ата-бабамыздың жасаған жерін көру бізге енді бір арман болады, андасында барып көріп, сол кісілердің жүріп өткен жерін ана Семей дейді, Өскемен дейді, сол кісілердің анау о жақтың барын көргіміз келеді, барып. Біздің енді ата-бабаларымыз жүрген жерлер ғой соның бәрі. Мен енді негізінен сол қазақ тұрмысын көп салам сурет, қазақ тұрмысын. Өйткені мен қазақтың ішінде есей бер жеткеннен кейін, қазақ тұрмысына қанық болғаннан кейін, мен сол қазақтың тұрмысын, қазақтың сол салт сана, ғұрп әдет, осыларды көбірек салам. Қытайда тұратын қазақтар халқымыздың салт санасы мен әдет ғұрпын ұмытпай, оны атадан балаға мұра етіп келе жатқандығымен ерекшеленеді. Әсіресе Шыңжаңдағы қазақ отбасында ұлттық мейрамдардың ауыз бірлікте аталып өтілетіндігін, қандастарымыздың бір-біріне бауырдай жақын болып, айрандай ұйып, ғұмыр кешіп жатқандығын көріп, көз айым болды. Әсен Айсаның отбасы шағын. Жары Зияш Мүтәліп қызы Шыңжаңдағы көп ұлттар театрында әнші болып қызмет етеді. Ал қызы Адина 4 жаста. Бұл қонақжай шаңыраққа ағайын, туыс, дос-жаран, мереке сайын жиі бас сұғып тұрады. Өйткені қазақы тәрбие көрген жанұяда ұлттық мейрамдар атаусыз қалған емес. Өзімізге келсек, қазақтың мәселен өзіміздің айтымыз бар, наурызымыз бар, келе жатқан әртүрлі өзіміздің мерекелеріміз бар. Соның барлығын байырғы қазақтың салт дәстүрі бойынша өткіземіз. Құрбан айт келеді, құрбан шаламыз, наурыз жасаймыз. Наурызда көже жасаймыз, көрші қолаңдар бір-біріміздің үйімізге кіреміз, көже ішеміз мәселен. Ораз айт келеді, ораз ұстаймыз. Осы қаладағы барлық қазақтар солай істейді деп ойлаймын мен енді.
Шаңырақтың берекесін келтіріп, жанұяның жылуын сақтап отырған Зияш Мүтәліп қызының таңдаған кәсібі өнер болғанымен, отбасын бірінші кезекке қоятын нағыз қазақ әйелі. Босағасын аттап келген мейманды ашық жарқын мінезімен қарсы алып, дастарханды кең жаятын ол кез келген ұлттық тағамдарды әзірлеуден тартынбаймын дейді. Әсіресе қазақ үшін ұлы тағам еттің қамырын жайып, дайындаудың өзі үлкен шеберлікті талап ететіндігі белгілі. Бірақ бұл 10 саусағынан балтамған Азиз анаға аса қиындық тудырған жоқ. Ол кезде ас мәзірін әзірлеп, дастархан басына жиналған меймандарға буы бұрқыраған ыстық дәмді өзінің шын ниетімен ұсынып жатты. Ұлттық тағамдар біздің дастарханнан айырылып көрген жоқ. Өйткені біз кішкентайымыздан сол ата-анамыздың бізге тәрбиелегені, көрсеткені сол тағамдар болған соң, біз де соны жалғастырып, сол тағамдармен келе жатырмыз. Қонақ шақырсақ, бауырсақ пісіреміз. Одан талқанымыз, сармайымызды, кілегейіміз саламыз. Одан соң наурызда көже жасаймыз, бидай көже. Одан құрбан айт мерекелерінде құрбан шаламыз. Сосын туыс-туғандар бәріміз бас қосамыз, дос-жарандар бас қосып, солай мерекелер бірге өткіземіз. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады. Байқада тұр, саған да ол кетерде. Ат мінгізіп жібек шапан жабады. Халық ақыны Қадыр Мырзәлі жырлағандай, қазақ қайда жүрсе де кең даласындай дархан көңілін сақтаған дана халық. Сондықтан олар дүниенің төрт бұрышына тарыдай шашылып жүрсе де, қазақи мінез, ұлттық болмыс, отаншыл сезімін жоғалтқан емес.